Боз қараған гүлдегенде. Авторы Мәди Айымбетов. Сәуір айының орта тұсында көктемнің алғашқы жылы жаңбыры жауып өткеннен кейін шағын ауласы бар жатаған үйдің күнгей бетке қараған қос терезесінің алдында өсіп тұрған жалғыз түп боз қарағанның гүлі шешек атады. Бозқараған жұпар шашып гүлдеген кезде 15-ке жаңа толған балғын қыз мейіргүлдің тұп-тұнық әдемі де аялы көз жанары нұрлы ұшқынға толады. Уыз жүзі бал-бұл жанып, ақ-торғын дидары жадырап жайнап, әдеттегіден де шаттанып жүреді. Көктемнің осы бір тамылжыған күндері гөззал қызды анау заңғар мөлдір аспанда, жасыл желегі дүркірей көтерілген жер алабы да, несін айтасың, бүткіл дүние ән салып тұрғандай әсерге бөлейді. Адамдар да дағдылы тіршіліктің сан алуан болмашы уайымнан кіреукеленіп жататын пенделіктің көлегейінен арылып, көктем шуағымен жаңарып жасарған мейірбан табиғатпен іштей үндестік тауып, өмірге нұрланып қарайтындай. Табиғат пен пенде атаулының бір-бірімен мейірлесер шағы, бозқараған гүлдеген көктемнің осы бір кезінде айрықша сезілетінін мейіргүл бүкіл жан дүниесімен түйсінеді. Әжесі екеуінің осы үйге көшіп келгеніне де 10 шақты жылдың жүзі болыпты-ау. Ол кезде мейіргүл бар жоғы 5-ақ жаста еді. Анасы Торғынай тауда сел апатына ұшырап қаза тапқаннан кейін 1 жыл өткесін әкесі Бейсенбек басқа әйелмен бас құрады. Сүйіп қосылған серігінен айырылған соң көңілі пәсейіп, жүдеп жалап жүрген күйеу баласының қайта отау құрғанын күлім бала кемпір де құп көрген. Әншейінде жайдары ашық жарқын көрінген өгей шешесі Зұлқияш көп ұзамай-ақ мінез шығарып, күйеуін кемпір мен жетім қыздан бөлектеп алудың әрекетін жасап-ақ бақты. Кемпірдің үй ішіндегі қыбырлаған әр қадамы оған тұрса томпақ, отырса омпақ көрініп, әйтеуір не қылса да жақпай қойды. Жәутеңдеп әжесінің бауырына тығыла беретін мейіргүл де өгей шешенің көзіне бездей басылды. Ақыр аяғы бұл екеуін жатсынып жүрген өзі емес, қайта кемпір мен қыз Зұлқияшты бөтенсіреп, күн бермей жүргендей болды да шықты. Торғынаймен бірге бұл үйден тыныштығы сүттей ұйып, берекесі базарлы болған құтта көшті. Бір көрімге әп-әдемі әйелдің бет жүзін көлегейлеп келген алдамшы перде сыпырылып, оның кім екені белгілі болды. 2 күннің бірінде көгереңдеп, ұрыссыз отырмайтын өгей шешенің зәрінен қорқып, бүріскен мейіргүл әжесінің қамқор құшағынан ғана пана тапты. Оңашада ғана маңдайынан көзінен сүйіп әкелік мейір танытқан көкесі Көкайыл әйелінің көзінше қызын бұрынғыдай еркелетуден де жасқана берді. Байғұс әкенің осылай амалы құрып, көп ұзамай-ақ құр сүлдесі ғана қалды. Ал артық сөзі жоқ, жуас байын билеп төстеп алған әйелдің өз дегені болып, үй тіршілігіне қатысты әңгімеде өзінің ғана сөзі жүріп тұрды. Қызының қазасы қабырғасын қайыстырып, орны толмас қайғыдан іштей мүжілген кемпір, қызының орнын басқан әйелдің қорлығы өтіп, мүлдем шөгіп кетті. Қиянатқа араша түсе алмаған момын Бейсенбектің бұларға жасаған бар жақсылығы ескі жатаған үйді сатып алып, екеуін соған көшіріп әкелді. Содан бері қала шетіндегі кемпір мен қыздың жұпыны, қоңырқай тіршілігі осы үйде өтіп келеді. Әдепкіде мейіргүлін қимай, жиі келгіштеп жүретін Бейсенбек бара-бара ішіп алғанда ғана болмаса, қызын іздемейтін болды. Әкесінің арақ ішкенде ғана келетіні, арақ ішкенде ғана айналып толғанатыны кішкентай қызға мүлдем түсініксіз еді. Бірде әжесі қатты күйзеліп, «Әй, шырағым-ай!» деді, әжімі тереңдей түсіп. Қыздан қалған жалғыз түйір қарашығым-ау, кәрі қойдың жасындай жасым қалды. Ертеңің не болар екен? Әкеңнің сиқаны-ау, қайтейін, жаратқанға не жаздық, екеумізді бүйтіп жетімсіретіп қоятындай. Көктемнің келгені, әже, саған ұнай ма деп таңырқаған кішкентай мейіргүл жасаураған көзіне жаулық ұшын апарған әжесіне. Маған көп қып сағыз бен кәмпит ойыншық әкелді ғой, тағы да келемін деді.
Немересінің мұңайған кейпінде әлі ештеңе сезіп білмеген сәбиліктің табы бар еді. Бірақ өзінің күрсініп жылағаны оның құйттай жүрегін тыншытпай тұрғанын аңғарды да, жетім көңілі күңіренген күлімбала кемпір ебіл-себіл күйге түскен бойын тез жиып алды. Қызы барда 70-тен асқан жасына қарамай еңсесін тік ұстап келген ол соңғы кезде өзінің шөгіп, тым бүркеміктеніп бара жатқанын сезді. Қит етсе көзіне үйіріліп жас келеді. Жетімек қыздың өзінен басқа сүйеніш таянышы жоғы ойына түскенде көкірегі қарс айырылады. Әйтсе де іштей бекем болуға тырысып-ақ бағатын. Қанша тырысқанымен осындай бір кездері сыр беріп алатыны тағы бар. Әкенің алдамшыдай аз ғана мейірімін бейкүнә көңілімен аялаған құйттай қыздың оқыстан тұнжырай қалғаны жүрегінің басын шым еткізді де, өз мұңының батпандай ауыртпалығын көкірегінен заматта серпіп тастады. Көкең енді келгенде, құлдығым-ау, жақсы көретін ойыншықтың тағы да неше түрін әкелемін деді-ау, өзің де естідің ғой, иә? Иә, әже, көкем солай деген, ол алдамайды. Ол маған сосын бар ғой, анау терезенің алдында өсіп тұрған боз қарағанның гүлін жұлып әперемін деді. Боз қараған оған дейін құлпырып гүлдейді деді. Рас па әже, солай ғой әже, біздің боз қарағанның гүлі бәрінен әдемі ғой, ә? Бәрінен әдемісі менің мейіргүлім ғой, деді күлімбала кемпір, жиен немересін бауырына тартып, маңдайынан иіскеді. Боз қараған гүлі сенің ең жақсы көретін гүлің екенін көкең білген ғой. Мейіргүл өзі ең жақсы көретін гүлдің боз қараған гүлі екенін әжесінің аузынан бірінші рет естіді. Расында солай екен ғой. Бұрын ол мұны іштей өзі ғана біліп жүріпті. Ешкімге тіпті көкесі мен әжесіне де бұл туралы тіс жарып айтпаған. Айтпаса да олар біліп қойыпты. Үлкендердің сірә балалардың ойындағысын біліп қоятын көріпкелдігі бар. Мейіргүл әжесінің дәйімде айтып жүретін сөздерінен бұған талай мәрте көз жеткізген. Боз қараған гүліне байланысты әңгімеден соң Мейіргүл күнде таңертеңгісін терезе алдында тұрып, шоқталып өскен ағаштың жас бұтақтарының басындағы өрімделген хош иісті көгілдір, көгілжім, бөрте гүлдерге көзі талғанша ұзақ-ұзақ қарайды. Бөрте гүлдердің бүрін ашып, шешек атар сәтін асыға күтеді. Сол сәт туғанда көкесі келеді. Көкесі келетін күн оның кеудесін шат-шадыманға бөлейтін ең ғажайып күн. Ешбір қызыққа айырбасталмайтын күн. Ол сол күнді асыға, шыдамсыздана күтті. Боз қараған болса, күн өткен сайын қауызын ашып, жайқалып өсе берді. Бірақ Мейіргүлдің көкесінің қарасы көрінбеді. Егер сұраса, гүлді әжесі де жұлып алып берер еді. Бірақ көкесінің әпергеніне не жетеді? Сондықтан шыдамдылықпен күтуі керек қой. Мейіргүл қанша күту керек болса, сонша күтер еді. Бірақ боз қараған күте алмайды ғой. Енді көп ұзамай қауызын ашқан әдемі гүлдері үлбірей-үлбірей әбден оңып кетеді. Оңып кеткен гүлде хош иіс қала ма? Бейсенбек қызының зарға күтіп жүргенін білсе де, сол жолы да одан соң да келе алмады. Қызын қанатының астына паналата алмай, жігері мұқалған әке іш құса боп ішімдікке салынды. Зәрлі судан бір сәттік қана алданыш іздеп тентіреп кетті. Әрі-беріден кейін алақанын әркімге бір жайып, тиын тебен сұрап, тіленіп ішкен ол жұмыс істеп те жарытпады. Ал Зұлқияш болса, өз еркіне өзі ие бола алмаған маскүнемді көшеге бір-ақ күнде лақтырып тастады. Үйсіз күйсіз сандалып, көрінген қуысты паналап тентіреп жүрген байғұстың жүрегінде жалғыз-ақ сезім, әкелік сезім ғана қалған еді. Бірақ салып ұрып қызына бара алмады. Талай оқталды ғой. Сонда әлде бір күш бұның кеудесінен итеріп тастап, терезесінің түбінде боз қараған өскен үйге маңайлатпай қойды. Өзін сағына күтіп жүрген қызының көзіне дәрменсіз кейіпте көрінуінен намыстанды. Оның адамдық күш дәрмені осыған ғана жетті. Бірер мәрте үйді алыстан торуылдап, сол маңға келіп кетіп жүргенін Мейіргүл байқаған жоқ. Тіпті бірде аласа шарбақтың саңылауынан сығалап, терезе алдында гүлдеп тұрған боз қарағанның түбінде құп-құйттағандай иығы селкілдеп жылап тұрған Мейіргүлді көргені әлі күнге дейін көз алдында.
Ол со бір мезетте көмейіне тығылған ауыр өксікті ып-ыстық жаспен бірге құмыға жұтып зорға басқан еді. Жүрегі қанша езіліп тұрса да қызының қасына барып, оны айналып толғанып жұбатуға дәті жетпеді. Сауыс-сауыс кір алақанымен жүзін көлегейлеген күйі еріксіз бұрылып кете барған. Мейіргүлдің жайдан жай жыламайтынын білетін Бейсенбек тағы да араққа бас қойды. Жан-жары Торғынайы Мейіргүлінің анасы туған күніне сыйлаған алтын сағатты сырахана жанындағы кәуапшыға сатып, 3 күн бойы мігірсіз ішумен болды. 3 күн бойы мұнартып, бұлдыраған көз алдынан иығы селкілдеп жылап тұрған қызының аянышты бейнесі кетпей қойды. Жүрегі қан жылаған, ол өзінің бұлайша тірі жүргенінен жерініп, көшеде ағылып зулаған мәшинелердің астына түсіп, өлгісі де келді-ау. Ажалы жоқ бекен, көше ортасына кеп сұлаған оны зырылдаған мәшинелер айналып өте берді. Бейсенбек қарасын көрсетпегелі, бұлардың тұрмысы күйзеліп, талғажау болар, аз ғана зейнетақы ақша күнделікті ас су айыруға да жетпеуге айналды. Күлімбала кемпір бұған да қиналмас еді ғой, не бір қиямет қайымды бастан кешпеп еді. Бәрінен бұрын Мейіргүлдің әр күні әкесін күтіп елеңдей бергені жанына батты. Күнде кешкілік ертеңнен үміттеніп, жастыққа бас қоятын немересінің ұйықтап жатып өксейтіні жиілей берді. Мұндайда кемпір қыздың арқасынан қағып, маңдайынан иіскейді. Мейіргүл сонда ғана тыныш тауып, алаңсыз ұйқыға шомады. Ұйықтап жатса да әкесін іздеген қызды жұбатқан Күлімбала кемпірдің таң атқанша кірпігіне ілінбейді. Бір ойдан соң бір ой аңдыздап, көкірегін кернеген күрсіну мен нала ұзақ түннің ортасында оның жанын жүдетіп, санасын сансыратады. Баянсыз бұл қотырлікте жазған басым нендей тауқымет шекпеді. Соғыста қолға түсіп азап көрген күйеуім Баянхан елге оралған соң неміске сатылған опасыз деген атқа ілігіп, тағы 10 жылды арқалап кете барды емес пе? Тек 50-ші жылдардың бас кезінде көзі үңірейіп, көкірегі сырылдап, мүгедек болып оралды ғой. Бір бейнеттен соң бір бейнет көріп, жаны да тәні де мұқалған азаматымды қалған жерде алақаныма салып аялап өтпек болып едім-ау. Бірақ тағдыр маған оны да көпсінді. Аяғын апыл-тапыл басқан кішкентай Торғынайдың бұлдырлап сөйлегенін ғана қызықтап үлгерген байғұс жарық дүниеден тұрақ таба алмады. Жетімдік көрсетпей желкілдетіп өсірген жалғыз гүлім де сабағынан ерте үзілді. Оқу бітіріп, селден қорғау мекемесінде жұмыс істеп жүргенде кездейсоқ апаттан опат болды. Қаланы селден қорғаймын деп жүріп, қыршыннан қиылды. Аңырап қалған сорлы басым, бұдан бұлай сол жалғыздан қалған жалғыз түйір құйттай қызға пана бола алам ба? Ей құдіреті күшті жаратқан, сенен сұрайтыным Мейіргүлімді аяқтандырып жіберуге әл дәрмен бере көр. Осы жалғыз тілегімді қабыл ала көр, Құдайым. Кемпір осы тілегін күн сайын іштей қайталаумен болды. Бейнетті көп шеккен адамның түбінде жол болатынына шүбәсіз сенді. Бір басыма жетіп артылар бейнетті көрдім ғой. Ей жаратушы ием, ендік жерде мына жетімтектің өмір жасын ұзақ қыла көр. Жұдырықтай жүрегіне мұң түсіре көрме. Я Алла, өзіңе құлдық ұрып, мінәжат ететін пенденің осы тілегін теріс көрме, қабыл ет. Мейіргүл таңертең ұйқыдан ояна сала терезеден гүлдеп тұрған боз қарағанға қарайды. Тізесінің дірілдегеніне қарамай, аяғының астына орындық қойып терезенің жоғары жағындағы кішкентай жақтаушасын ашады. Сол кезде бөлменің ішінде көктемнің кәусар ауасы жұпар иіс болып құйылады. Бұл боз қараған гүлінің хош иісі еді. Әже, бүгін боз қарағанның гүлі кешегіден де көп. Әне, қарашы. Көріп тұрмын қарашығым. Әлі де гүл шашатын балапан бұтақтары көп екен өзінің. Сенің боз қарағанның жаз ортасына дейін шешек ата беретін сияқты ғой. Жарықтық керімсал иісі көкіректі ашқандай екен, деп әжесі мейірлене күлімсіреді. Әжесі күлгенде кесектеу қырланып біткен мұрынның оң жақ ұшындағы моншақтай домаланған
қалы да қоса күліп тұрғандай болады. Мұндай сәттерде оның әжімді жүзіндегі қартаңдықтың шаршаулы табы үшті-күйлі жойылып, қоңырқайлау қой көздерінен айрықша бір жылы нұр құйылады. Мейіргүл әжесінің әр кез осы кейпін балалық ыстық та ынтық толқуымен қабылдайды. «Шынымен де менің бос қарағаным ба?» деп таңғалды кішкентай қыз әжесінің мойнынан құшақтай алып. «Оны мен отырғызған жоқпын ғой әже. Оны мына үйді салған адам отырғызған ғой, солай емес пе? Өйткені біз көшіп келгенде ол өсіп тұрған тұғын». «Әрине, бұрынғы қожайын отырғызған ғой, ол рас. Бірақ енді ол сенікі болды. Енді оны сен өсіруің керек. Ол солып қалмасын десең, оны сен аялауың керек. Гүл де, ағаш та, не нәрсе болса да аялағанды ұнатады. Не нәрсе болса да мейіріммен көктеп, өсіп өнеді. Осыны жадыңда ұста, құлдығым». Мейіргүл әжесінің айтқанына кәдімгідей ойланып қалды. Жас босқараған расында да бұлар келгеннен кейін ғана осыншама көп гүл салған болатын. Бұған дейін оның балғын бұтақтары буынын бекітіп, желегін енді-енді желкілдетіп келе жатқан тұғын. Кішкентай қыз моншақтай мөп-мөлдір әдемі көзімен аялап, мейірлене жақсы көргенін бос қараған да сезетін сияқты. Бұтақ құшын жай ғана тербей қозғап, өз тілінде желегін сыбдыр-сыбдыр сыбырлатып, «Армысың?» деп тіл қатады ол. «Мейірімді күтушім, сен менің гүлімді көргенде қуанып тұрасың. Сен қуанып тұрғанда менің өзегіме нұрлы күннің шуағы еселеп құйылады. Рахмет саған, қайырымды адамзат ұрпағы» дейтіндей. Мейіргүл де бос қарағанның қасына келгенде өзін әдеттегіден ала бөтен бақытты сезінуші еді. Көгілдір әлем төріне жеп-жеңіл қалықтап жүре бергендей ғажайып күй кешеді. Бірақ оның не құдірет екенін сәби түйсігі ажыратып біле алмайтын. Айналасы аппақ нұрға шомып, ғажайып бір әуез құлақ түбінен естіліп, жан дүниесін тербеп тұрғандай. Қуаныштан нұрланып, күлімдеген көзі бос қарағанның жұпар иісті бөрте гүлдері ғана анық көріп тұрады. Бұл не ғажап! Әне бір кезде көкесін қатты сағынып, күте-күте көңілі құлазығанда көзіне мөлт-мөлт келіп қалған жасты көрсетпеуге тырысып, бос қарағанды тасалып жылағаны бар. Сонда ғой маңдайынан жұп-жұмсақ, жып-жылы алақан сипағандай болғаны. Апырай, соны ап-айқын сезіп еді-ау. Маңдайынан аялай сипаған сол құдіреттің осы бос қараған екенін ол құп-құттай жүрегімен елжірей түйсінеді. Күлімбала кемпір қалтасында ақша қалмағанын немересіне сездірмеуге тырысты. Азық-түлікті дүкеннен қарызға алып жүрді. Тіпті Мейіргүлдің қыңқылдап көп сұрайтын балмұздақты да қарызға алған күндері болды-ау. Сондай күндердің бірінде Күлімбала кемпірдің ауруы ұстап, орнынан тұра алмай қалды. Көзі жәудіреп, әжесінің о жағына бір, бұ жағына бір шығып, есі шыққан кішкентай қыз не істерін білмей қатты састы. Қолдан келер қайран жоқ, көкесі болса ғой, бірдеңесін қылар еді, қырсыққанда одан да хабар-ошар жоқ. «Әжетай, ауыра көрмеші, тұршы, басыңды көтерші» деп еңіреп жылаған кішкентай қыздың даусын естіп, іргелес үйде тұратын егде орыс әйел Ефросиния есік қақты. Күлімбала кемпір шала-пұла орысшасына қазақша араластырып, көгілдір көзінен аяушылық білінген көрші әйелді өзінің тұра алмай жатқан мүшкіл халінен хабардар етті. «Бәбішкенің халі жаман, белім 8 көзім, спинам бай-бай болит. Епрасыны, шырағым, іскери шақырып бер бәбішкеге, іскери үкілегеді, сосын хороший болады, болит болмайды бәбішке. Көрші ақысы деген бар, Алладан қайтар септескен жақсылығың. Рахымы күшті Алла жасаған жақсылығыңа спасибо айтар деймін. Алдыңнан жарылқағыр Епрастни». Ефросиния Күлімбала кемпірдің шойырылып жатқан жатысынан-ақ не болғанын түсіне қойды да, жәутең қағып тұрған Мейіргүлдің басынан сипап, үйден тез шығып кетті. Сәлден соң жедел жәрдем келіп, уколын салып, ем-домын жасап, тілдей параққа қандай дәрі алу керегін жазып берді. Әжесі дәрігер ұсынған қағазды көз алдына тақап бір ауық үнсіз отырды да, «Әй қу кедейлік-ай, әй қу таршылық-ай, енді қайттық» деп зарлап қоя берді. Соны көрген Мейіргүлдің көзі боталап шыға келді.
Жылама қарашығым, әлгі көрші әйел біз байғұстан бір хабар алмас деймісің. Соған айтармыз, қарызға дәрі алып бере тұр дерміз. Өзі бір мейірімі жүзінен төгіліп тұрған адам ғой. Жылама құлдығым, бұл әжеңнің қашаннан бергі үйреншікті ауруы ғой. Бірер күн дамылдап қозғалмай жатсам, тұрып та кетермін деп, әжесінің иегі кемсеңдеп кетті. Мейіргүл үнін шығара алмай, құмыға жылаған күйі далаға жүгіріп шықты да, желек шашып гүлдеп тұрған боз қарағанның қасына барды. Жетімсіреген жүдеу көңіліне пана демеу іздеп барды. Дір-дір еткен құп-құйтақандай қушық иықтары бүрісіп, боз қарағанға іштей мұң шақты. Көкем келмей қойды-ау, әжемнен басқа ешкімім жоқ. Ал ол болса ауырып жатыр. Дәрі алатын ақшаның бәріне маған балмұздақ алып қойыпты. Енді қайттік, ақшаны қайдан аламыз? Қашан үлкен болам, қашан ақша табам? Осы мезет жеп-жеңіл көгілдір пердеге ұқсаған сағым пайда бола қалғандай. Кішкентай қыз сол сағымның ортасына еніп жүре бергендей, құдірет тағы да сол мап-майда жып-жылы алақанның нәзік лебі сезілгендей болғаны. Боз қараған тұтаса гүлдеген бұтақтарын оның қол жететіндей етіп төмен иді ме қалай? Бір сәт құшағын жұпар иіс аңқыған көгілдір бөрте гүлге толтырып, алдында 4-5 кемпір ұсақ-түйек сатып отырушы еді. Мейіргүл де солардың қатарына келіп қосылды. Сол-ақ екен, әрлі-берлі өткен адамдар еріксіз аялдап, гүлге еріксіз бұрылды. Мынау бір ғажайып боз қараған ғой, мынандай гүлді бұрын-соңды көрмеппін, деп бір жас келіншек гүлге қол созды. Өзің өсірдің бе? Қайда тұрасың? Әжем ауырып жатыр, дәрі алатын ақша жоқ, таусылып қалыпты. Сосын ғой, сосын. Көкейіндегісін айта алмай иегі кемсеңдеп кетті. Гүл сатып алып тұрған келіншек балалық пәктікпен бар шынын ақтарып айтқан Мейіргүлді аяп мүсіркей сөйледі. Сен тек жыламашы, ақылды қызсың ғой. Әжең әлі-ақ жазылып кетеді. Ал мен сенен күнде-күнде гүл алып тұрамын, жарай ма? Бәрін сатып қойма, маған арнап бір шоғын әркез алып қалатын бол. Мейіргүл жеңіл күрсінді де басын изеп, жарайды тәтей деді. Бүгін апамның туған күні еді, сенің гүліңді сыйлайыншы деді. Ұзын кірпікті, тұнық үлкен көздері қуаныштан нұрланған бозбала. Сен өзің үндемейтін момын қыз екенсің. Менің көкем де момын адам, ұрыспайды. Әжем де көкемді жүрген бір момын адам ғой дейді. Бәсе, сен көкеңе тартқан қыз екенсің ғой. Көкесіне тартқан қыз сұлу, ақылды болады. Гүлге кезекке тұрғандар әп-сәтте топырлап көбейіп кетті. О құдірет, мына бір гүл сонау тым алыста қалған менің жас күнімді еске түсіріп жібергенін қарашы. Маған бір жас жігіт осындай боз қарағанды ғана сыйлаушы еді, деп еңкіш тартқан шешей қолы қалтырап боз қарағанның бір шоқ гүлін алып құшырлана иіскеді. Бақытты бол қызым, әжеңе сәлем айт. Мен сенің әжеңді күнде таңертең сүттің кезегінде көріп жүрем, танимын. Мейіргүлдің құшағындағы гүлдер заматта сатылып кетті. Гүлдің қанша тұратынын бір ғажабы ешкімде сұраған жоқ. Гүлден түскен ақшаны кішкентай уысына қысқан ол үйге қарай жүгірді. Осылайша кешке дейін ғажайып боз қарағанның жұпар гүлі талай адамды қуанышқа бөледі. Бейтаныс адамдар алдымен тірсегі майысып гүл сатып тұрған бұған өзгеше бір жылы мейіріммен қарайды. Содан соң оның гүліне арбалғандай болады. Ең соңғы бір тал гүлді ол түс ауған кезден бері осы төңіректі айналып кете алмай жүрген, үсті-басы сауыс-сауыс, шашы ұйпа-тұйпа, ескі көйлегінің жеңі қырқылған, көзіне мұң ұялаған гүлге ме, әлде гүл сатқан бұған ба, әйтеуір жалтақ-жалтақ қарай берген бір байғұс адамға сыйлады. Маскүнем неме гүлді не қылсын, оның көкейін тескен ақша ғой, деді жайма қатардың шет жағында талдан тоқылған себет сатып отырған қалың қабағы түксиген күптей қызыл сары кемпір. Кемпірдің осы сөзі әлгі бейшара адамның көкірегіне оқша қадалды ма, жасаураған көзінен жылт ете қалған болмашы сәуле кенет жым-жылас ғайып болып, әп-сәтте тұнжырап сала берді. Мейіргүл берген бір тал гүлді қойнына салып алып, түк деместен аяғын сүйрете басып бұрылып кетті. Әні, ол иіні түсіп көше жағалап бара жатыр. Оның жасаураған көзі кішкентай қызға бір түрлі таныс сияқтанып көрінсе де, кім екенін, неткен адам екенін ажырата алмады. Ал әлгі адам болса, өз қызы сыйлаған жалғыз тал боз қарағанды кеудесіне басып, көзінің алды бұлдырап бара жатты.